Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы жаужүрек тағамының дайындалуын көрсететін боламын. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ең алдымен бауырды қабықшасынан тазалап, видеода көрсетілгендей етіп, сопақша етіп тураймыз. Турап дайындап алғаннан кейін үстіне сүт құямыз. Сүт бауырдың жұмсаруына көмектеседі. 1 сағаттай бетін жауып қойып қоямыз. Одан кейін сүттен сүзіп аламыз. Содан соң дәміне қарай тұз және бұрыш қосамыз. Содан соң жақсылап араластырамыз. Алдын ала дайындап кесіп қойған іш майға осылай бауырды орап шығамыз. 2-3 қабаттап ораған дұрыс болады, сол кезде қуыру барысында ішіндегі бауырымыз күйіп кетпейді. Іш майдың біткен жерін осындай тіс тазалағышпен бекітіп түйреп қоямыз. Барлығын осылай орап, түйреп дайындап аламыз. Орташа отта табамызды қыздырып алып, іш майға оралған бауырларды осылай орналастырып шығамыз. Бір жағы қуырылып болған соң, екінші жағын қуырғанда бетін жауып қоямыз. Екінші жағы қуырылып болған соң, табанын бетін жауып, тағы да 10-15 минут отта ұстайтын боламыз. Піскеннен соң басқа ыдысқа салып аламыз да тіс тазалағыштарды алып тастаймыз. Мінекей, осымен өте ерекше әрі тез дайындалатын жаужүрек тағамы дайын. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.